Сейсенбі күні АКШ әскерилері Иранның зымыран нөпіріне тойтарыс бергенін және Сауд Арабиясы күштермен бірлесіп, Ирактағы Иран қолдайтын содырларға соққы жасағанын хабарлады. АКШ өз мәлімдемесінде содырлардың соңғы күндері дрон арқылы бірнеше рет шабуыл жасағанын атап өтіп, Иранға бұл әрекеттерін дереу тоқтату туралы ескерту жасады. Рият бірнеше дронның көзі жойылғанын растады, ал Ирак премьер-министрі Али Аз-Заиди дүйсенбі күнгі осындай шабуылдан кейін тергеу жүргізуге пәрмен берді. Ирактағы соққылардан Иранды қолдайтын жасақтар одағының кемінде 20 мүшесі қаза тапты. Одақ өкілдері дрон шабуылдарына қатысы жоғын мәлімдеп, Сауд Арабиясының айыптауын жалған деп атады. Шиеленіс маңызды теңіз жолдарына да тарады. Хусит бүлікшілері Сауд Арабиясының мұнай танкеріне шабуыл жасап, Баб-эль-Мандеб бұғазын бұғаттағанын мойындады. Бұл әлемдік мұнайдың 20% өтетін Ормұз бұғазынан басқа аймақтарда да мұнай тасымалының бұзылу қаупін тудырып отыр. Әскери қақтығыстың өршуі Вашингтондағы шығындардың ұлғаюымен тұспа-тұс келіп, АКШ президентіне саяси және қаржылық тұрғыдан түсетін қысымды күшейтті.